Айтсам, негізі ең алғаш рет 8-ші сыныпта қатысқам айтысқа. Ол кезде енді шыны керек өз қалауыммен қатысқан жоқпын. Мектептің ең бір жалғыз жігіт болдым, бала болдым, домбыра тарта алатын қазақтардың ішінде. Оның өзінде жай ондай бір күй тарта алмаймын, тек бір-екі әуендерді ғана тартамын. Сөйтіп сынып жетекшімнің айтуымен мектеп үшін, өзім үшін емес, мектептің абыройы үшін айтысқа қатыстым. Бірақ айтысқа деген ынтам содан кейін ашылды ниетім. Сөйтіп 8-ші сыныптан ең бірінші айтысқа қатысып, одан кейін Қарағандыдағы айтыстарға қосылып, Қарағандыдағы ақын ағамыз Дидар Хамиев деген ағамыз бар. Сол кісімен танысып, қазір енді ағам деп болып кетті. Сол кісінің оқушысы болдым. Сөйтіп Темірбек Қарауыл Жүргенов атындағы өнер академиясына түстім. Оны 2023 жылы тәмамдап, сосын негізі өзім сөйтіп жоспарлағам, диплом алғаннан кейін